Менің күйеуім жақсы адам. Ол жақсы толық отбасында дүниеге келіп, жақсы тәрбие алды. Ол ретінде де, жар ретінде де, әке ретінде де өте керемет жан. Тұрмысымыз тым жұпынылау болса да, біз сондай бақытты өмір сүрдік. Институтты да жақсы оқыды, өз білімімен көтерілді. Мемлекеттік қызметте әуелі қатардағы маман болып жүріп, кейін өзінің білімділігі мен біліктілігінің арқасында жоғарылай бастады. Ол жоғарылаған сайын достары да көбейді. Ескі таныс, жаңа таныс, ауылдас, кластас барлығы да күйеуіме үйір болып алды. Достары былай тұрсын, тума туыстың барлығы біздің үйімізден шықпайтын болды. Бірақ олар тек қонақ болып кетуімен шектеліп қана қойған жоқ. Көмек сұрай бастады. Шаруа салуы да жиіледі. Баласын грантқа түсіру, жақсы жұмысқа орналастыру, айыпты болған ағайынды құтқару, не жазасын жеңілдету сынды түрлі өтініштерімен күйеуімнің ығырын әбден шығарды. Заңсыздыққа барғысы келмей бас тартса, бұрқан талқан болып ренжиді. Көтеріліп алған соң адам танымайтын болдым, дейді. Әйтеуір дегендерін істеді. Иә, менің күйеуім өте жақсы адам. Ол ағайын тумаға қолынан келгенше барынша көмектесті. Ағайын туманың көңілі үшін тіпті заңсыздыққа да бара бастады. Сөйтіп жүргенде қолына кісен салды. Енді міне, әке-шеше алтын ұлынан, мен асыл жарымнан, балаларымыз Асқартау әкесінен ұзақ жылға айырылды. Енді бұрынғыдай мәз-мейрам болып фотоға да түспейміз. Үйге келетін қонақтардың да саны күрт азайып кетті. Өтініш, жақындарыңызды заңсыздыққа итермелеп, оларды отбасынан айырмаңыздар.